Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 85-ші сабақ 7-ші жаттығу. Керекті сөздерді пайдаланып, сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ: Динаның ұстазы кім? Динаның ұстазы Құрманғазы. Екінші сұрақ: Құрманғазы кім? Құрманғазы күй атасы. Үшінші сұрақ: Домбырашы болу үшін не істеу керек? Домбырашы болу үшін дыбысты сүйе білу керек, ерінбеу керек. Төртінші сұрақ: Құрманғазының ақыл кеңестері Динаға қалай әсер етті? Құрманғазының ақыл кеңестері Динаға құлағынан кетпестей әсер етті. Етістіктерді тап, олардың дара немесе күрделі екенін айт. Бұл жердегі етістіктер білу керек, ерінбеу керек және де әсер етті деген сөздер. Бұлар күрделі етістіктер болып саналады. Себебі бұл екі күрделі етістіктің қосылуы арқылы жасалып тұр. Сондықтан да күрделі етістіктерге жатады. 8-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті етістіктерді қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Күйші не істейді? Күйші күй орындайды. Жыршы не істейді? Жыршы жыр жазады. Ақын не істейді? Ақын өлең шығарады. Дәрігер не істейді? Дәрігер ауруларды емдейді. Мұғалім не істейді? Мұғалім балаларды оқытады. Жылқышы не істейді? Жылқышы жылқы бағады. 9-шы жаттығу. Көп нүктенің орнына дара етістікті тауып жаз. Келе жатыр, келе бастады. Бұлар күрделі етістіктер, ал дара етістік келді сөзі болады. Келді, келе жатыр, келе бастады. Келесі сөз: тарта алады, тартып жатыр, тартып жүр. Бұлар күрделі етістіктер, ал дара етістік тартты сөзі болады. Тартты, тарта алады, тартып жатыр, тартып жүр. Тоқи алады, тоқып отыр, тоқи бастады. Бұлар күрделі етістіктер, ал дара етістік тоқыды сөзі болады. Тоқыды, тоқи алады, тоқып отыр, тоқи бастады. Барып кел, бара кел. Бұлар күрделі етістіктер, дара етістік барды сөзі болады. Барды, барып кел, бара кел. Күрделі етістіктерді қатыстырып, сөйлем құрап жаз. Алматыдан ағам келе жатыр. Күрделі етістік келе жатыр. Әли домбыра тарта алады. Күрделі етістік тарта алады. Ләйла тоқыма тоқи алады. Күрделі етістік тоқи алады. Айжан дүкенге барып кел. Күрделі етістік барып кел. 10-шы жаттығу. Суретке қарап, мәтіннің тақырыбын болжа дейді. Балалар, суретте біз не көріп тұрмыз? Суретте біз домбыра тартып отырған ата мен домбыра тартып отырған қыздың суретін көріп отырмыз. Демек, келесі мәтін күйші Құрманғазы мен немесе күйші Дина туралы мәтін болуы мүмкін. Менің атым Дина, деді қызғалдақ. Мерейлі бол, Динажан. Мен кек күйшісі Құрманғазымын. Тәрбиеші Махамбет ақын Исатай ердің серігі, халық үшін жан берген. Сол ерлердің ұраны, сол күрестің дабылы мынау егіз шекте. Мұрамды саған тапсырдым, халыққа жеткіз күйімді, деп қария қызғалдаққа үкілі домбырасын ұсынды. Егер де маған, атажан, шынымен сеніп тапсырсаңыз, кек ұрандас күйіңізді халыққа ойнап беруге ант етем, деп қыз бала тізерлеп отырды да домбыраны қолына ұстап, сүйеп алды. Енді мәтін бойынша тапсырмаларды орындаймыз. Мәтінге ат қой деген екен. Мәтінге
күйші Дина деген ат қоюға болады. Келесі беттегі жоспарды толықтыр. Бірінші жоспар Дина мен Құрманғазының танысуы. Екінші жоспар Құрманғазының Динаға мұра қалдыруы. Үшінші жоспар Динаның Құрманғазға ант беруі. Жоспар бойынша мәтінді мазмұнда және де мәтіннен етістіктерді тауып, олардың дара және күрделі түрін ажырат. Мәтіндегі дара етістіктер берген, тапсырды, жеткіз, ұстап, ұсынды сөздері. Ал күрделі етістіктер ойнап беру, тізерлеп отырды, сүйіп алды сөздері. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Видеоға лайк басып, міндетті түрде каналға тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Сол кезде келесі шыққан сабақтарды бірінші болып көретін боласыздар. Назарларыңызға көп рахмет.